Қазір көрсетілетін видеоны жүрегі әлсіз адамдар мен балалар көрмеген дұрыс. Таразда тура теміржол үстінде жатқан 62 жастағы әйелді пойыз қақты. Қатты соққыдан қала тұрғыны тіл тартпай кетті. Шаһарды шулатқан оқиға бүгін таңғы 8:30 шамасында Талас-Тараз станцияларының аралығында болған. Әйел адамның не үшін рельске жатып алғаны белгісіз. Пойыз жүргізушісінің айтуынша, ол отарбаны көрген бетте басын рельске төсеген, ал денесі шойын жолдың дәл ортасында қалып қойыпты. Көліктегі полиция департаменті әйелдің әрекетін өз-өзіне қол жұмсау деген дерек бойынша қарастыруда. Номер 45-ші Павлодар-Түркістан жолаушылар пойызының жүргізушісімен Тараз қаласының тұрғыны 62 жасар М атты азаматшаны қағып кеткені жөнінде ақпарат түсті. Өкінішке орай аталған азаматша алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды.